Қайырлы күн, құрметті кәсіпкерлер. Қазіргі уақытта қор екінші деңгейлі банктермен бірлесіп, өрлеу жеңілдетілген несиелеу бағдарламасын жүзеге асыруда. Бағдарлама шарттарына сәйкес бөлінген қаражат инвестициялық жобаларды қаржыландыруға бағытталуы тиіс. Қаражат көздері: 40% қор қаражаты, 60% екінші деңгейлі банктардың қаражаты. Кәсіпкерлер үшін қаржыландыру шарттары: ең жоғарғы сома инвестицияға 7 миллиард теңгеден аспайды. Айналым қаражатын толықтыруға 3,5 миллиард теңгеден аспайды. Мақсат бағыты: инвестициялар, айналым қаражатын толықтыру, 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздарды қайта қаржыландыру. Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 12,6%-дан аспайды. Қаржыландыру мерзімі: инвестицияға 120 айға дейін, айналым қаражатын толықтыруға 36 айға дейін, кепіл ретінде даму қорының кепілдігін ұсынуға болады. Комиссия екінші деңгейлі банктер 0,5%-дан аспайтын комиссия алуы мүмкін. Кәсіпкердің қарсы міндеттемелері бар. Инвестициялық жобалар бойынша: бірінші, екінші қаржы жылынан кейін төленетін салық көлемін 10%-ға арттыру керек. Екіншісі, орташа қызметкерлер санын сақтау немесе арттыру және немесе 2 жыл өткен соң кірісті 10%-ға арттыру керек. Құрметті кәсіпкерлер, өрлеу бағдарламасы бойынша мониторинг өткізіледі. Құжаттық мониторинг немесе жобаны іске асыру орнына бару арқылы несиенің мақсатын пайдаланылуын тексеру жүргізіледі. Құрметті кәсіпкерлер, назарларыңызға үлкен рахмет. Өрлеу бағдарламасының толық шарттарын сіз Даму қорының ресми парақшасы www.damu.kz-ке кіріп, толығымен танысуға болады. Бірінші кепілдендіру қоры бағдарламасы бойынша негізгі шарттарды айта кетейін. Бірінші кепілдендіру қоры бағдарламасы бойынша кепілдендіруге өз жобасын басым және басқа да маңызды салаларда жүзеге асырып жүрген кәсіпкерлер қатыса алады. Негізгі кепілдендіру шарттарын айта кетсек: қаржы сомасы 7 миллиард теңгеге дейін, кепілдік мөлшері 85%-ға дейін, бірақ 3,5 миллиард теңгеден аспайтын соммада. Кепілдік мерзімі: 5 айға ұзартылған қаржыландыру мерзімі. Мақсаты: инвестиция, айналым қаражатын толықтыру және қайта қаржыландыру. Айналым қаражатын толықтыру мақсаты бойынша қаржыландыру сомасы 3,5 миллиард теңгені құрайды. Кепілдендіру комиссиясы бір жолға кепілдік сомасының 1,5% және жыл сайын кепілдік сомасының қалдығын құрайды. Кепілдендіру қарастыру процесі: бұл үшін кәсіпкер банкке жүгінуі қажет. Банк сіздің жобаңызды қарастырып, талдау жүргізеді және қордың кепілдігімен несие беру туралы шешім қабылдайды. Кәсіпкер кепілдік бойынша комиссияны төлегеннен кейін банк қорға кепілдік беру туралы өтініш жолдайды. Қор 2 жұмыс күні ішінде банкке кепілдік міндеттемесін ұсынады. Жобаларға мониторинг жүргізуге тоқталатын болсақ, мемлекеттік қаражаттың тиімді пайдалануын қамтамасыз ету мақсатында қор мемлекеттік қаржылық қолдау бағдарламалары аясында жүзеге асырылатын жобаларға мониторинг жүргізеді. Яғни, мониторинг қор тарапынан жобаны қаржыландырудан соң 6 ай өткен соң жүргізіледі. Инвестициялық мақсаттарға бағытталған жобалар бойынша жобаны іске асыру орнына барып тексеру жүргізеді. Айналым қаражатын толық растау: несие қаражатының нысаналы пайдалануын растайтын құжаттар келесі болып табылады. Яғни олар: бірінші, тауарларға, жұмыстарға немесе қызметтерге ақы төлеуді растайтын құжаттар, төлем тапсырмалары және шетел валютасында аударымға өтінімдер, фискалдық чектер, банктік шоттардан үзінді көшірмелер, кіріс кассалық ордерлер, түбіртектер және өзге де растаушы құжаттар, тауарларды жеткізу немесе жұмыстарды орындау туралы құжаттар, шарттар, келісім шарттар, шот фактуралары, жүк құжаттар, жүк кеден декларациялары, қабылдау тапсыру актілері. Құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілген жағдайда құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізілетін жер теліміне меншік құқығын, жалдау құқығын растайтын құжаттар, құрылыс монтаж жұмыстарына рұқсат құжаттары, егер де бар болса, және де кәсіпкерлердің құрылыс монтаж жұмысын бастаған туралы хабарламасы. Құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілген жағдайда құрылыс жұмыстарын растайтын құжаттар болып табылады. Қор тарапынан несиенің мақсатсыз пайдаланғаны, қаражаттың өзге мақсаттарға жұмсалғаны немесе бағдарлама талаптарының бұзылғаны анықталған жағдайда мемлекеттік қолдауды тоқтату шаралары қолданылады.
Құрметті кәсіпкерлер, онлайн сессиялар барысында кәсіпкерлерден жиі қойылатын сұрақтар. Қандай құжаттар қажет және несие ресімдеу неден бастау керек? Кәсіпкерлерге айтар ең бірінші кеңесіміз. Даму қорының 3w.damu.kz сайтындағы өрлеу бағдарламасының шарттарымен танысып шықсаңыз. Онда бәрі түсінікті тілмен жазылған және қандай банктер қатысатыны да көрсетілген. Ал рәсімдеу тәртібі мынандай. Алдымен банкке барасыз. Әр банк өз тізіміндегі құжаттарды сұрайды. Банк сіздің жобаңызды қарайды. Егер банк жобаны қолайлы деп тапса, сізге алдын ала мақұлдау береді. Банк мақұлдаған жобалар тізімін даму қорына жібереді. Біз әрі жобаны бағдарлама шарттарына сәйкес келе ме, соны тексереміз. Жоба талаптарға сай болса, даму қоры банкке қаражат аударады. Содан кейін банк сізбен кредиттік келісім шарт жасайды. Яғни рәсімдеу өте қарапайым. Бірінші қадам банкке жүгіну керек. Өрлеу бағдарламасымен қаржыландыру. Кім қатыса алады, қандай салалар қолдау табады және қандай талаптар бар. Өрлеу бағдарламада нақты бекітілген 56 бағыт ОКЭД бар. Сол тізімге кіретін кәсіпкерлер қатыса алады. Сондықтан ең дұрысы 3w.damu.kz сайтына кіріп, өз ОКЭДіңізді тізімде бар жоғын тексеріп алған дұрыс. Кейбір салаларға ерекше талаптар немесе шектеулер бар. Олар тізімнің астында көрсетілген. Жалпы айтқанда бағдарлама өңдеу, өнеркәсібі, ауыл, орман және балық шаруашылығы, көлік және қоймалау, білім және денсаулық сақтау сияқты экономиканың нақты секторын дамытуға бағытталған. Егер сіздің ісіңіз осы бағыттарға жақын болса, онда сіз қатыса аласыз. Басқа несиелер болған жағдайда, бұрынғы несиені қайта қаржыландыруға немесе өрлеу бағдарламасына қатысуға бола ма? Иә, бағдарламаға қатысуға үшін басқа несиеңіз бар болса, бұл кедергі емес. Ең бастысы жалпы қарыз жүктемесі бағдарлама талаптарына аспау керек. Сондай-ақ, өрлеу арқылы қайта қаржыландыру жасауға болады. Бірақ бір шарт бар. Қолданыстағы несие 2025 жылдың 1 қаңтарынан ерте берілмеу тиіс. Яғни, егер несие жақында алынған болса, онда өрлеу аясында тиімдірек шарттарға ауыстыруға болады. Қандай құжаттар қажет және несие рәсімдеуді неден бастау керек? Алдымен өтінім беру үшін банкке жүгіну қажет. Банктың мақұлдауынан кейін несие мақұлдау туралы шешімді және хабарлама хатты алып, сондай-ақ кредиттік желі туралы келісімге қол қоясыз. Одан кейін қорға кепілдік үшін комиссияны төлеген соң, 2 жұмыс күні ішінде банкке кепілдік міндеттемесі ұсынылады. Даму қорының кепілдігі. Схема қалай жұмыс жасайды, қандай шарттар мен лимиттер бар? Несиені қарап мақұлдағаннан кейін қарыз алушы даму қорынан кепілдік ала алады. Кепілдік 85%-ға дейін басымдықты және басым емес ОКЭД несиелері үшін беріледі. Қаржыландыру сомасы 7 миллиард теңгеге дейін және кепілдендіру мерзімі 5 айға ұзартылған несие мерзімі. Атап өтетін жайт, айналым қаражатын толықтыру мақсатында қаржыландыру жүзеге асырылса, несие берудің максималды сомасы 3,5 миллиард теңгені құрайды. Мониторинг қалай жүргізіледі? Мониторинг басталар күнге дейін кемінде 20 жұмыс күн бұрын қор банк мекенжайына мониторинг жүргізу туралы хабарлама және оның мерзімін жолдайды. Яғни мониторинг қор тарапынан жобаны қаржыландырудан соң 6 ай өткен соң жүргізіледі. Және де кәсіпкерлердің қарсы міндеттемелердің орындауына инвестициялық жобалар бойынша қаржыландыру күнінен бастап 2 қаржы жылынан кейін салықтар мен жұмыс орындарын 10%-ға арттыру бойынша өткізеді. Мониторинг бағдарлама талаптарының сәйкестігіне, несие қаражатының нысаналы пайдалануына, жобаның жүзеге асырылуы бойынша жүргізіледі.